Прям сонда өзің бастықтың ба? Бастықсың, айтып тұрмын ғой. Рахмет. Сен бетерсің ба не? Жоқ, сенем ғой. Кожаный кресло, кабинет деген беретін шығарсыңдар, иә? Кресло бәрі болады, уайымдамасай. Проходи, начальник. Боласың. Санат, сен зауытта істеп жүрген қанша жыл болды? 7 жылдай болды. 7 жыл? Иә, 7 жыл. Бәрі дайын шығарсың жақта. Жоқ, мұнда 3500 адам жұмыс жасайды. 3500? Иә, оның бәрін мен танысу мүмкін емес қой. Оның үстіне сен сияқты жұмысқа кіріп шығып жүретіндер бар. Қойшы, прикол ұстамын. Иә. 3 сменді жұмыс бізде. Санат не ғой? Әйгерім деген танымайсың ба, зауытта істейтін? Әйгерім? Қандай Әйгерім? Әдемісі. Мұнда Әйгерімдер көп қой. Томпақ Әйгерім, Қара Әйгерім, Ақ Әйгерім. Сен хотя фамилиясын айтсай? Фамилиясын білсем сұрамаймын ғой сен ендер. Жарайды енді уайымдама, қазір тауып береміз. Міне, склад. Осы жерде көліктің компоненттері контейнерлермен келіп түсіріледі. Солардың бәрі осы жерге келіп, осы жерде расфасовывается. Расфасовывается десей? Фа дейш? Фасоль. Айтпай қойшы, пожалуйста. Осыған тілім келмей қалай береді бар ғой. Жарайды енді, сен самый главный түсініп тұрсың ғой. Мен зато осы жерде 5 саусағымда білем да. Бұл коробкаларда запчастьтар бар. Креплениялар двигательдердің, сиденьялар, жалпы бір модельге 1000 детальдар келеді. 1000 детальдан? Мұның бәрі запчастьтар 1000 түрлі. Ана машина боятын жерлерің жоқ па, конвейерлы? Сен әлі складтасың ғой, әлі жеткен жоқпыз. Қазір көресің. Жүр, кеттік көрсетейік. Кеттік. Заводқа какой-то бір новенький келген естірдің ба? Санаттың өзі экскурсия жасап жүргенде қарағанда, анау шишка біреу. Еще оған Санат, бір бастықтың должнысын берем деп обещать етіп қойған ғой, прикинь. Сол, келмей жап бастық болайын деп ма бірдеңе анау? Честно, маған бәрібір. Неге? Мен өзім де бастық болайын деп жатырмын бұйырса. Управляющая. Ой, сен ба? Да? Неше пысық боласыңдар осы, Сен если что маған сіз деп сөйле, или ханым деп сөйле. Әйгерім ханым. Сіз? Әйгерім ханым? Звучит же? Сен бастық болмай жатып жұлдыз ұстап отырсың, ертең бастық болсаң ойбай, ұстатпайтындар шығар сен бізді. Бүгін управляющая, ертең бас инженер, сөйтіп. Әкім болып көтерміз. Есіңде болсын, Әйгерім ханым. Не забудь, с кем ползала. Ползла, Қабдол, ползла. Ползла? Не забудь, иә, сол. Кіммен көтерілді ұмытпа деген ғой. Ползла. Түсіндің? Иә. Мына жер сварочный цех. Мынау алды, ана жақ арты, ана ортасы. Енді мына жақ, оң жақ, сол жақ боковиналар. Көрініп тұр ма? Боковина қоя тұршы Санат. Әйгерімдер жаңа өзің айтты ғой, қарасы бар, толығы бар деп. Сварочный ең красавицасын тауып берсейші. Әйгерімдер негізі по-своему бәрі әдемі ғой. Не болды саған Әйгерім деп? Қазір мына жердің бәрін көрсетіп алайын, сосын алып барам, жарай ма? Жүр кет, уайымдама. Кешегі свиданиең қалай өтті? Неге сұрадың? Енді ұмытып келе жатыр едім. Не болды? Білмеймін, жынды ма, бір түрлі. Айта алмаймын енді ананы бар ғой. Еще телефонның экраны сындырып тастады. Қойшы. Иә. Енді не істейсің? Еш нәрсе істемеймін, сөйлеспеймін. Зачем он мне такой? Нормальный вообще. Мынау катафорездік ванналар. Осы ваннаға машиналар түседі. 5 жыл гарантия коррозияға. 5 жыл сайын машиналар ваннаға түседі дейсің ғой. Әділ деп атсың ғой, типа. Санат Әйгерім өлкеп дедің ғой, ә? Қойшай, ұмытқан жоқпын. Жаңа катафорездік ванналардан кейін осы жерге алып келіп кептіріледі. Мен ваннадан кейін басымен денем кептіріп алайын да? Мұнда кептірілетін болсаң, копченый балық боласың білесің ба? Кеттік. Привет, Полина. Как дела, ботан?
У меня все хорошо. Сағындың ба, соскучилась, да? Эй, жаным сол. Да, я на работе уже. А ты? Фотку скинь, фотку. Все, я тоже скину. Скучаю, люблю. Давай. Давай. Мына жер сборка бөлімі. Осы жерде көліктер жиналады. Трансформерден кино көрген бе едің? Иә? Сол кино есіме түсіп кетті ғой. Ұқсай ма? О, Қабдол! Айгерім! Ассалаумағалейкум, сәке, қалайсыздар? Уағалейкум ассалам. Қалайсыңдар, жақсы ма? Сәлем, Айгерім. саламатсыз ба? Міне, Айгерімдердің ең әдемісі. Осы бөлімнің беделді маманы. Мисс Ответственность. О, работник года. Өз ісінің профессионалы. Және... Бұл Қабдол ғой. Танысып қойыңдар, есімі Жандос. Бұйырса, осы заводтың жаңа управляющие. Управляющий? Танысқаныма қуаныштым. Бұйырса, жақсы коллектив боламыз деп ойдам. Міндет. Ассалаумағалейкум. Әрине жақсы коллектив боламыз. Есімім Қабдол. Сборщик болып істеп жүргеніме 3 жыл болды. Әлі сол зарплата. Қой? Мен өзім кабинетім болады ғой, Иә, болады кабинет, ойымдама. ертең кабинетіме келсін. Зарплатасын көтереміз. Ертең барам, таңертең. Сағаттай барам. Осы кісімен жақсы болсыңдар, бәрі жақсы болады. Мен бәрімен жақсымын ғой. Қойш, сен өзгеріп кеттің ғой. Бар, жұмыс істе. Жақсы. Жүр, кеттік. Ертең барам. Еркектер бар ғой, вообще сөздерінде тұрмайды. Завод үшін қаншама жанын салып жұмыс жасадым. Өмірі кешіп көрген жоқпын, өмірі. И тут аяқ астынан какой-то бір придурок необразованный. Келеді бастық бола қалады. Не үшін? Потому что ол еркек, ал сен Әйгерім қыз баласысың. Көрсетем сендерге. Көрсетем, Әйгерім кім екенін көрсетем. Мен сені қазір бір күшті адаммен таныстырам. Кеттік. Дядя Алик! Ну, разобраться надо. Келіп кетесіз ба? 1 минут. Сразу, быстро, айцей. Қалайсыз, жақсысыз ба? Нормально, құдай шүкір. Онда танысып қойыңыз. Ага. Бұйырса жаңа начальник. Шын ба? Шын. Начальник какого цеха? Ол енді сюрприз. Оны өзі де білмейді. Кейін айтам бұл. Есімі Жандос. Алик. Жандос. Жандос, утри свой нос. Запомни, завтракай как король, обедай как принц, ужинай как нищий, спи как младенец, но... Не храпи. Холо! Қатыра да? Прикольный мужик екен. Ой, бұндай приколистер жетеді бізде, заводта. Так. Айтпақшы, біз стендап клуб аштық деп жатырмыз. Осында жігіттер жинап. И че, мынау ма біздің бастық? Бұның біздің жұмыстан түк хабар жоқ қой вообще. Ту, мам. Да, мам. Ей, жаным, Әйгерім. Қалың қалай, қызым? Жақсы, мам, жұмыстамын. Ей, молодец. Айтпақшы, повышениең не болды? Кене саған уже қойсайып қойды ғой саған арнап. Мам, неге ерте сойып жатсыздар? Мен әлі официально назначать еткен жоқ қой. Саған дегенде сомнение жоқ қой. Өзің сияқты карьеристкасың ғой. Ай, негізі бар ғой, бүгін саған барғымыз келген. Бірақ мен осы айда премияны жақсылап алам деп, өзіме көп жұмыс алып қойдым. Так что үйде көрісерміз, е, жаным? Үйде кездескенше, жаным. Пока. Жақсы, мам. Пока, жаным. Жұмысшыларды шетелден жалдамаймыз. Керісінше мұғалімдер жалдаймыз. Сосын соларға жұмысшыларымызды оқытып аламыз. Жұмысшылардың бәрі Қостанайдікі ма? Иә, Қостанайдан көбінесе. Сырттан да келеді. Қарағандыдан. Сырттан келген жұмыскерлерге жатақхана беріледі. Күзетшілер.
Жыл сайын 100 мың көлік шығарамыз. Биылғы план 150 мың. Сосын осы көліктерді аламыз да мына вагондарға салып, әр қалаларға жібереміз. Күл Қазақстан бойынша ма? Иә, Қазақстан бойынша. Осы жерде біздің заводқа жаңадан келген машиналардың модельдерін құрастырып, үйретеді оқушыларға. Деген, е? Аха, қазір. Алло. Санат, отдел кадровқа келіңізші. Құжаттарыңыз дайын. Астанаға билеттеріңізді де алып қойдым. Бір-екі жерге қол қою керексіз. Жақсы, Жазира, қазір келем. Қабдол, келші. Ау. Жандосты асханаға апарып тамақтандыршы. Біраз сөзіңіз, мөлдірген көзіңіз. Мен отдел кадрға шақырып жатыр, мен қазір келем. Рахмат, ренжітпе. Асханаға бар. Қалай кетті? Мықты ма? Ас болсын. Мәкеңіз? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Ай, естіңдер ма? Ана жас начальник Санат бар ғой, сол Астанаға повышениемен кетіп бара жатыр екен ғой. Естімедік тәте. Осындай жаңалықтарды қайдан тауып аласыз? Мен заводқа кіріп келе жатқанда құлағымды заводтың ортасына тастап кете салам ғой. Білмедім, әйтеуір осындай судай таза жаңалықтарды сізден біліп жатамыз ғой. Не, Дарьяға ньюс дегенде естімедің ба? Ана Google не жаңалықты ше, бірде мен шығам ғой. Қыздар, қалай ойлайсыздар? Санаттың орнына кімді қояды екен? Білмедім. Естуімше бар ғой, жас жігіт, Жандос бар ғой, сол ана Санаттың туған класстасы екен ғой. Ой, Дарья деді. Туған класстасы дегенде болады ма? Не күлкі? А? Өсек-өсегімен. Давайте, быстро, двигаемся. Кезекті алмай. Келес. Отырыңдар. Алигаға таныс қойыңыз. Жаңадан келген жігіт Жандос деген. Қуғасын ба? Уже познакомились, Жандос. Жандос, смотри, вот это вот не столовая. Это 5-звездочный ресторан. Понял? Куда смотри? Шведский стол. Өттөден. Люди говорят, человек может прожить без еды 3 недели, без воды 3 дня. А ну же, Кагарыш, я вон без той красавицы и секунды прожить не смогу. Әркімдікі өзіне, ай көрінер көзіне. Жандос, сенде қыз бар ма? Қыз? Иә. Бар. Молодец, папа. Все, собрание басталды. Давайте, закругляйтесь. Быстро тут ко мне. Хорошо? Уберете на меня. Дариға апаң жиналысқа кетті. Сен не бармайтын мен ол жаққа? Үлгерем ғой. Менде важная информация. Важный? Бүгін жаңа бастықты тағайындайды ғой. Содан кейін кабинеттің алдында жиналамыз. Дастархан жайын деп жатыр. Қойшай, классно. Көптен демалып едім. Мен де барам ба не? Конечно. Главное, Дарья апайға айтыңыз, ешкімді қалдырмай бәрін жинап алып қойсын. Жарайды. Айтам. Міндетті. Айтайын. Жандос, ақшаны дайындай бер. Бас келе. Так, бәріміз жиналдық па? Бәрі жиналды. Марат Мұхтарұлы. Да. Ортамызға жаңадан жұмысшы қосылды. Да? Атың кім? Жандос. Жандос? Красавчик. Бізге негізі сен сияқты ұзын бойлы, здоровый жігіттер керек. Так, ладно, құрметті әріптестер, не үшін жинағанымды айтып өтейін. Бүгін біздің арамыздан бір адам Астанаға повышениеге кетіп барады. Ол біздің инженер-технолог Санат. Классный класстас. Керемет. Ал енді әріптестер,
сол санаттың орнына управляющий болатын адаммен бірден таныстырып кетейін. Ол біздің заводтың жұмысын жақсы білетін адам, білікті маман, білімді, талапты, осы орынға өте лайықты адам. Ол Әйгерім Асқарқызы. Ал Әйгерім. Құттықтаймын. Менші? Сен басқа делдің бастығы боласың. Қойшы мен ба? Ал Санат, жолың болсын. Әрқашан жолың ашық болсын, бауырым. Рахмет. Мөше, болды. Қараңдар, жұмыстарын жалғастыра беріңдер, болсыңдар. Әйгеремечка, сен қалшы. Рахмет. Саған Әйгеремечка штраф. Неге штраф? Сұлулығың үшін. Әйгеремечка, біздің заводта бұлай слишком сұлу болып жүруге болмай. Ну, комплимент деп қабылдайын. Марат Мұхтарович, Да? сеніміңізге рахмет. Үмітіңізді ақтаймын. Оқас жоқ, Әйгеремечка. Ну че, сенің мына жаңа назначениеңді бұлай атап өтпедік ба? Кешкі асқа қалай қарайсың? Маған бүгін қонақтар келетін еді, Қызылордадан. Так что не получится, ренжімеңізші. Жарайды. Бәріміз жүріп барамыз да, жаңағы бастықтың дайындаған дастархан жейміз да, жұмысымызға қайтып береміз. Бәрін шақырып айтты. Келіңдер, Дариға апам дастархан дайындап жатыр деген соң бәріміз жүріп келе жатқанбыз да. Тәте қайда сықпыр жатсыздар? Қайда? Сен жаңа айттың ғой, жаңа бастық дастархан жайып жатыр, соған келе жатырмыз. Мен? Яғни жер басы келе жатыр, ана жоқ көрдің ба? Тамақ десе тек жинала қаласыздар да. Тамақ емес, ана Дариғаның еңбегі үшін ғой. Жүр кеттік, жүр. Ой, қызықты да сендер өзің шақырып аласыңдар да, бір кезде келіп өзің. Содан кейін бәріміз қайтадан жұмысымызға қайтып келеміз. Енді бір басыма бәле тілеп. Не істеймін енді? Мыналарға дастархан жаю керек еще. Опа! Пам-парам-пам-пам. Марат Мұхтарович, бірдеңе болды ма? А прикинь, менің доңғалағым жарып кетіпті. Вот оңбағандар. Может, қателескен шығар. А может, вообще қызуқандылықпен жасап кеткен шығар, енді болады ғой? Не знаю. Камерадан тексеру керек. Зачем камера? Марат Мұхтарович, давайте лучше менің кабинетіме барайық. Мен дастархан жайып жатырмын. Сіз шақырам. Ну, сен мені сонда қонаққа шақырып тұрсың ба? Екеуміз ғана? Я и примерно 20 шақты адам болады. Жүріңіз кеттік, бәрі күтіп қалды. Міне сенің кабинетің. Мама, менің кабинетім?